Қайырлы күн баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын күлше нанның рецептісімен бөлісетін боламын. Қамырына ешқандай сүт, сары май, жұмыртқа қосылмайды, бірақ жұмсақ болып шығады. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, дайындап көріңіздер. Керекті ингредиенттердің тізімін осы видеоның астында описаниеда жазып қалдыратын боламын. Ең алдымен ыдысымызға жылы суымызды құямыз. Құрғақ ашытқы қосамыз. Қант қосамыз. Тұз саламыз. Барлығын араластырамыз. Күнбағыс майын қосамыз. Електен өткізілген ұнымызды аз-аздан қоса отырып араластырамыз. Мінекей бізде осындай қолға жауыспайтын өте жұмсақ қамыр дайын болды. Енді қамырымызды жылы жерге бетін жауып көтерілуге қойып қоятын боламыз. Мінекей 1 сағаттай уақыт өтті. Қамырымыз күшті болып көтеріліп шықты. Противнімізге пергамент қағазын төсеп, қамырымызды жайып алатын боламыз. Видеода көрсетілгендей қамырымыздың бетіне узор жасап шықсаңыздар болады. Егер де қамырыңыз қолға жабысып тұрған болса, күнбағыс майын жағып алсаңыздар болады. Күлше нанымыздың бетіне жұмыртқаның сарысын немесе видеода көрсетілгендей мен сияқты суға кішкене ғана күнбағыс майын қосып жағып шықсаңыздар болады. Сол кезде нанымыздың беті қызарып, әп-әдемі болып шығады. Қалауыңыз бойынша мак немесе кунжут сепсеңіздер болады бетіне. Қамырымызды қызып тұрған пеште 180 градуста толықтай дайын болғанша, қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Мінекей біздің күлше нанымыз дайын болды. Өте дәмді болып шықты, жұмсақ болып, әрі өте тез дайындалу жолы. Сіздер де міндетті түрде дайындап көріңіздер, ас болсын. Ал егер де сіздерге менің видеом ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.